Hello, my dear students. Welcome to my English learning channel. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз hello мен hi айырмашылығын өтеміз. Дайынсыздар ма? Let's get started. Бастайық. Hello, Mr. Smith. How are you today? Сәлеметсіз бе, Mr. Smith? Бүгін қалыңыз қалай? Hello, everyone. Welcome to the meeting. Барлықтарыңызға сәлем. Жиналысқа қош келдіңіздер. Hello. Бұл сәлемдесудің ресми түрі. Оны алғаш көрген немесе сізден үлкен адамдармен сөйлескенде қолданамыз. Hello. Can you hear me? Сәлеметсіз бе? Мені естіп тұрсыз ба? Hello. Телефон арқылы сөйлескенде де жиі қолданылады. Hi. Hi, Alex. What's up? Сәлем, Алекс. Қалың қалай? Hi. Long time no see. Сәлем, көріспегелі көп болды. Hi, бейресми сәлемдесу. Достарға, жақын адамдарға немесе таныстарға айтамыз. Hi, ресми ортада қолданылмайды. Өйткені ол тым еркін сөз. Hello ресми немесе бейресми жағдайға сай келеді. Hi тек бейресми ортада қолданылады. Practice makes perfect. Жаттығу шеберлікті шыңдайды. Бірінші жағдай. Кеңседе бірінші рет көрген әріптесіңізбен танысасыз. Сұрақ. Бұл жағдайда не айтасыз? Әрине, hello. Екінші жағдай. Досыңызбен көшеде кездестіңіз. Сұрақ. Бұл жерде қалай амандасасыз? Hi. Үшінші жағдай. Телефон арқылы қоңырау шалып тұрсыз. Сұрақ. Телефон көтергенде не дейсіз? Әрине, hello. Төртінші жағдай. Университетте мұғаліміңізбен сөйлесіп тұрсыз. Сұрақ. Бұл жағдайда қалай амандасасыз? Дұрыс. Hello, professor. Бесінші жағдай. Көптен бері көрмеген сыныптасыңызды көрдіңіз. Сұрақ. Досыңызға не айтасыз? Hi, long time no see. Сәлем, көріспегелі көп болды. Thank you. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. See you. Көріскенше.